Сәлем достар, Жылой-техник каналының көрермендері және де біздің жас техниктер станциясының білім алушылары. Бүгін біздегі алғашқы сабағымыз робот техникаға арналады. Бүгін бізде кіріспе бөлімі. Бізде қандай жиынтықтармен жұмыс жасаймыз, қандай роботтарды құрастырамыз, сол жөнінде таныстыратын боламыз. Құрметті оқушылар, сіздерге сұрақ, робот дегеніміз не? Жауаптарыңызды төменге комментарий қалдырып кетіңіздер. Біз жалғастырамыз. Біздерде қандай жиынтықтары бар, сол жөнінде ақпарат бере кетейік. Біздер ең алғашқы Milestones EV3 платформасымен жұмыс жасаймыз. Бұл платформа екі түрлі ящик болып келеді. Біріншісі базалық, екінші ресурстық. Бізде 9 базалық ящик және 9 ресурстық ящиктеріміз бар. Келесі сабақтарымызда ящиктердің ішіндегі барлық құрылғылармен толығырақ қалай қызмет атқарады, қандай функция атқарады, сонымен түсіретін, таныстыратын боламыз. Одан ары қарай бізде Fisher техник дейтін жиынтығымыз бар. Бұның ішінде оқушылар әртүрлі қарапайым осындай модельдерден бастап, бұл тек жай модель емес. Мысалы, бұл жерде бұрайтындары бар, сол кезде механикасын үйренетін болады. Шағын кран үлгісі, жерде бұраған кезде төменге түсіп көтерілетін болады. Осындай қарапайым жобалардан күрделі жобаларға дейін құрастыруға болады. Сонымен қатар бізде Arduino Uno платформасы бар. Келесі сабақтарымызда толығырақ мәлімет беретін боламыз. Бізде сонымен қатар Lego робот спорттарға қатысамыз. Алдағы сабақтарымызда қандай робот спорт түрлері бар, біздер қандай түрлермен айналысамыз, толық мәлімет беретін боламыз. Келесі сабағымызды жіберіп алмаңыздар. Бүгінге осы.